Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. 2025 жылы 16 сәуір бүгін. Халқым, сіздерді сұрау бойынша сіздерге міне кере тамыр жайлы тағы да түсіндіріп айтып кетейін деп отырмын. Кере тамырдың қасиеті ол өте мықты тегінде. Ол үш шөптің тамырдың қосындысы. Тек қана Шығыс Қазақстан тауында, Сауыр тауында өседі, бірақ жерінде. Менен басқа оны адам баласы танымайды. Өйткені маған қасиет берілген, ата-бабадан берілген қасиет бар. Өзім теріп, өзім жасаймын, кептіріп. Оның пайдасы өңеште жара болса, асқазанда жара ісік болса, гастрит язба болса, одан кейін ішек жолында жара болса, көтеншекте жара болса, ісік болса, геморрой болса, 3 айын ішіне жоқ қылады, тап-таза қылып шығарады. Одан кейін өкпеге су толып, өкпе қарайса, онда өкпеде суды кетіріп, 3 айда кептіріп, тап-таза қылып шығарады. Одан кейін тромбы болса жүректі, тромбын да тазалап шығады дегенде 3 айда. Ұйқы безіңіз жаман болса, ұйқы безіңізді емдеп алып шығады. 3 айда тап-таза боласыздар. Одан кейін бауырыңыз бітелсе, май басып, одан кейін өт қою болса, өтті де бәрін тазалап шығады 3 айда. Қуыққа қышқыл жиналады. Қуыққа қышқыл жиналып, мына саусақтарыңыз арбиып, одан кейін башпайларда қисайып, буындарыңыз ауыра бастайды. Мына қышқыл жиналған кезде қуыққа, онда қышқылды кетіреді 3 айда тап-таза. Одан кейін мына кейбір адамдар зрениесі, жас ұлғайған сайын зрениесі әлсірей бастайды, көзі суланып, бұлдырап. Оны емделе берсеңіз де зрениені де восстановить етеді, көздің зрениесіне тегінде қалыптастырады. Одан кейін аяқта ревматизм болса, ревматизм деген қол аяқты қақсатып адамға ұйқы бермейді. Оны іше берсеңіздер кәдімгідей оны ревматизмді тап-таза қылып шығарады. Қанды да тазалайды дегенде, үш құлысты да тазалайды. Бұл кере тамырдың қасиеті өте зор тегінде, өте мықты. Қалай іше бастайсыз, сразу лечение жүре бастайды. Іште тұрған ауруды өзі табады, өзі тауып, өзі емдеп алып шығады дегенде. Қалай жаман ауырмен ауырып жүрген адамдар өте көп дегенде. Айтады ғой, ракпен ауырып жүрген. Ракпен ауырып жүрген адамдар да осын пайдаланып ішіп жатыр дегенде. Пайдасын көріп, одарға ем болып жатыр дегенде. Осын сіздер алып ішіңіздер, пайдаланыңыздар. Мына ішкенде күніне 3 қасық ішеді дегенде. Таңертең, түсте, кешке, тамақ ішер алдында бір жарты сағат бұрын. Жатар кезде тағы да ішуге болады. Ракпен ауыратын адамдар күніне 6 қасық ішеді дегенде. 6 қасық, 8 қасық ішеді дегенде. Өзімді профилактикасында ішіп отырамын. Осындай кішкене ыдысым бар. Бұл үш шөптің тамырдың қосындысы өте мықты тегінде. Мықты болғанда ішкен кезде адам баласы тек қана тамырдың дәмі шығады, удай ашты емес, тамырдың дәмі ғана шығады дегенде. Айтады, кейбір адамдар сұрайды, кішкене бала ішуге болады. Әрине болады. Ол кішкене баладан бастап, тамақ ішетін баладан бастап, 100 жастағы адамдарда іше беруге болады профилактикасында. Қалай ішсеңіздер, қай жағына ішсеңіздер де, емге ішсеңіздер де, профилактика ішсеңіздер, пайдасын көресіздер сіздерге. Өзім бір сөткеде бәр жоғы 6 литр жасаймын. Бәр жоғы 6 литр жасаймын. Одан артық жасауға болмайды. Өйткені мына баппен жасайды дегенде. Өте жасау қиын дегенде. Сіздерге айтатыным, осыны қалып пайдаланыңыздар, емін көріңіздер, емделіңіздер, бәле-құладан құтылыңыздар, ауру сырқаудан. Сіздерге шипасын берсін. Сіздер хабарласыңыздар. Байланыс телефоным 37 267 49 49. Аман сау болыңыздар.